еліміздің анасы. Көп танысты білеміз, ізетпен сәлем береміз. Жылылық шеңберін құрып бүгін бәріміз біз тілейміз сәттілік. Бәрінен амашын білсеңіз бар ғылымның бастауы, сондықтан да мен бүгін тіледім тілермен сәттілік. Ал бауырым бастаңдар кезектенді бейін, сөзден түйін түйіп қыздырыңдар айтысты. Ал келеде бізде сәлем берейік, формуларын сөз маржанын терейік, аға сөзін, әне сөзін дәріптеп, көпшіліктің алысында алайық. Сөйтімді түсудің бір бөлігі екі шетке нүкте керегі. Ұзындығы және бар, айтшы бауырым бұл не? Есімді. Математиктердің ең үлкен бастығы мықты математик Утюлиева Раушан Шамшаева. Мықты математиктердің бірі Жембаева Айсұлу Шұқтанова. Бүгінгі жарқыраған көңіл күйлерімен осындай ғылымның биік шыңын бағындыра беріңдер деп тілек айтқым келеді сіздерге. Тақырыпмен қазір берем, соған соттыларыңды алыңдар, соттыға сол жаңағы программаны ашты, сосын соған тақырыпты беріңдер, сол тақырып бойынша сосын кейін жобаларыңды соттыдан оқып қорғап бересіңдер. Қандай саған үлгі берді, соны бұл жерде әрқайсың отыруға тиіссіңдер. Әрқайсың болашақ математик болып, үлкен мына сияқты қазақтан шыққан, міне Асқар Жұмаділдаев, Мұхтарбай Өтелбаев сияқты мықты математиктер сендердің араларында отырды деп есептеймін. Өйткені математиканың тылсым күші, тұңғиық білімі, ғылымы мына отырған шыңның басында деп ойлаймын. Математика керемет әлем деп алдық. Әлем екендігіне көз жеткіздік балалар. Жаңа ChatGPT-де жоба қорғаған кезде де керемет бір сөзін оқыған балаға математика әлемінің кереметтігін көрсетіп тұр. Енді мына суретке қарасаңдар